Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Өздеріңізбен осылай амандықпен жүздесіп отырғаныма қуаныштамын. Көп болды ғой сіздермен осылай сөйлесе алмадым. Бүгін бала тәрбиесі жөнінде және де бір уақиғамен сіздермен бөліскім келіп жатыр. Біз әдетте көп істерді мысалы болдырғымыз келмейді. Өзіміз алдын ала, соның алдын алып баламызды мысалы туылмақшы болып тұрған істі тоқтатқымыз келіп тұрады. Мысалы мейлі жақсысы болсын, мейлі жаманысы болсын, оны өзіміз білмейміз ғой, әлі туылмады, бірақ соған жол қоймаймыз туылуына. Сол секілді өзім әдетте балалар тәрбиесі туралы видеоны көп көретін болғаннан кейін бір Америкада тұратын бір Джунгодан Америкаға кеткен екі қызы бар, бір әйел кісінің сол екі қызын тәрбиелеу жолындағы істеген істері, одан кейін ол кісінің сөздері өзіме қатты ұнайды. Соны көп көремін. Енді сол кісінің бөліскен бір кескінімен сіздермен бөліскім келіп жатыр, сода айтылған уақиғамен. Ол кісі айтыпты 2010 жылдарында және де бір осы Джунгодан Америкаға барған жалғыз баласын алып барады екен, бір ерлі зайыпты жалғыз қызы бар екен. Сол қызын оқытып, сол жерде енді Джунгодан енді барлық ақшасымен, бар байлығымен барған екен. Сонымен қызын жақсы оқыту жолында бәрін қызына арнапты да, енді жұмыс істеп. Сонымен қызы 10-шы классқа барған кезде қызы бір ол баламен махаббаттасады екен. Содан шешесі оған разы болмайды екен, қарсы тұрады екен. Сонымен машинада келе жатады екен, әкесі шешесі үшеуі, қыз артында отырады екен, мамасы машина айдап келе жатады екен, жанында күйеуі отырады екен. Сон келе жатып, сол алдыда машина айдап бара жатып, қызымен сөйлесіп, әңгімелесіп енді болмайды, сен бұлай істеуің дұрыс емес, сен университетке алдымен өтіп алсаң болмай ма деп солай ақыл айтады екен қызына. Ақырында екеуі жаңжалдасып кетеді екен. Ақыр болмай машинаны тоқтатады екен да, шешесі әкесіне сен айда машинаны, мен арт жаққа қызыммен отырып тағы да әңгімелесем дейді екен. Сонымен өзі түседі екен, арт жаққа шығады екен. Күйеуі енді ролға шықпақшы болған кезінде артынан тез қарқынмен келе жатқан бір машина соғады екен да, 20 метрдей жерге соғып, күйеуі сол майданда өледі екен. Сонымен содан кейінгі 2 жылда бұл шешесі күнделікті үш уақыт тамақ орнында қызын кінәлайды екен. Қызына ұрсады екен, сен болмағанда әкең бұлай болмаушы еді, сен солай істемегенде әкең бұлай болмайтын еді деп кінәлай береді екен. Сонымен енді күнделікті осындай жазғыру, осындай кінәлауды ести берген қызы ақырында соққыға шыдай алмай, көңіл күйден кетіп, жабығып, ең ақырында 2 жылдан кейін өз-өзіне қол салып, бұл өмірден ол да озып кетеді екен. Одан кейін енді шешесіне де оңай болмайды ғой. Ол кісі де жаман науқасқа шалдығып, ақырында бірнеше жылдың алдында өмірден озды деп солай деп айтты. Енді бала өсу барысында көптеген кезеңдерді бастан өткізеді ғой. Енді осының ішінде осы бір жасөспірім кезеңі, 8, 9, 10 класс кезеңдері балалар бір өзін жасағысы келіп, бөгде жыныстың алдында өзін әдемі көрсеткісі келіп, одан кейін бір махаббаттың ұшқыны, бір әдемі бір сезім пайда болатын кез ғой негізі. Бірақ осы бір кезеңді біз ата-аналар көбінде түсінбей қаламыз. Әсіресе енді Джунгода білім алып өстік, Ханзу халқын білеміз. Олар жоғары мектеп емтиханын өте маңызды бір орынға қояды. Олар ойлайды, осы жоғары мектеп емтиханынан менің балам нәтижесі жақсы болып, үздік бір университетке өтсе, оның ар жағындағы жолы өте даңғыл болады деп ойлайды. Енді дәл осы кезеңмен осы бір баланың жасөспірім кезеңі дүп келіп қалады да, сонымен ата-аналар енді балам махаббатпен айланысып кетсе, ол дәрісін дұрыс қарай алмайды да, ол ары қарай университетке өте алмай қалады деген бір ой пайда болып, сонымен дұрыс емес тәсілмен баласын өте қатаң түрде ұстайды. Енді ол бір кезең, ол туылғалы тұр, бірақ соны туылдырғысы келмей, соны басқысы келіп тұрады. Енді әрбір бала ұқсамайды ғой, әрбір баланың мінезі ұқсамайды. Кей балалар ол бір кезеңнен жақсы өтіп кетеді, бірақ кей бала ол енді денесіндегі мындай жетіліп жатқан гормондар, солардың тәсірінен кей бала сол кезеңнен өте қиналып өтеді мысалы. Соны біз әрбір ата-ана, балаңыз өзіңіздікі болған соң, балаңызды барынша түсінуіңіз керек деп ойлаймын. Енді ол жоғары мектеп емтиханы маңызды расында да. Жақсы университетке өтсе, балаңыздың ойының дамуына, жақсы мұғалімдермен кезігіп сөйлесіп, жақсы ұстаздың бір ауыз сөзімен оның тағдыры өзгеріп кетуі мүмкін расында да. Бірақ енді
олай болмай жатса да амалымыз жоқ қой. Тек қана сол емтиханмен балаңыздың өмірі белгіленбейді. Ары қарай да өмір бар. Ең маңыздысы балаңыздың психикасы ақаусыз, ақыл ойы дұрыс болып, ары қарай мысалы қызметке шығады, тұрмыстанады, бала шағасы болады. Соларды дұрыс тәрбиелеп, ар жағындағы өмір жолын дұрыс алып жүрсе, ол өте маңызды деп ойлаймын. Енді осы кескінді шығарып отырған ана 2 қызы бар әйел кісі өзінің 2 қызы осы бір кезеңнен қалай өткені туралы айтыпты. Үлкен қызым дейді, ол кезең болмады дейді, тыныш өтті дейді. Одан кейін Америкадағы ең жақсы бір университетке өтті дейді. Содан оқып жатты. Ал енді екінші қызым болса, ол бір өзі мінезді, өзінің айтқанын орындайтын сондай қыз болған дейді. Бір күн 10-шы класс оқып жатқан кезінде кішкене қызым, екінші қызы келеді екен, айтады екен: "Мама, мен жігіт таптым" деп. Сол кезде мамасы: "Ойладым" дейді. Болды, сен мына Америкадағы ең үздік университетке, әуелі 4-5 дәрежедегі университетіне де өтеді деп мен ойламаймын деп ішімнен ойладым да, бірақ оны аузыммен айтпадым дейді. Өйткені айтқаныммен не пайда дейді. Мен айтсам оның жауабы бола ма? Жауап болмайтын сөзді аузыммен айтып не істеймін деп аузымды жауып алдым да, біраз уақыт тұрып қызымнан былай сұрадым дейді. "Қалай таныстыңдар?" деп едім. Ол қалай танысқан туралы айтып, сондай көңілді түрде сөзіміз жалғасты дейді. Одан кейін оған айттым дейді: "Қызым, сен үлкейіпсің. Осындай бір кезең келіпті. Енді бұл кезеңді сен жақсы қабылдап, ақырын өте тез қадам баспа" деп солай ғана айттым дейді. Өйткені мен сол кезде ойлап жетіп болғам дейді. Жақсы университетке өту ол өмірінің барлығы емес деп соны түсініп жеткен кезім болған дейді. Егер ондай кезім болмаған болса, мен де абыржып кетер едім. Одан кейін айтады: "2 қызыма ылғи былай деп тәрбие берем" дейді. "Егер осы бір барыста балаларың болып қалса, балаларыңды әсте дұрыс емес жолмен жоғалтып жіберем деп ойламаңдар. Мен бармын, мен бағып берем балаларыңды, әкеліңдер маған. Сүрінбейтін адам жоқ. Сендер сүрініп қалған кездеріңде таянып тұратын таяқтарың менмін" деп айттым дейді. Сол сөзін естігенде енді қатты тебірендім. Енді бұндай сөзді айталу рас оңай емес қой. Бірақ та енді қыздары әзір екеуі де университетті бітіріп жұмысқа шығыпты, әліге дейін балалар жоқ. Өйткені олар біледі дейді. Олар оқыған, түсінігі мол, менен түсінігі мол дейді. Олар қандай жағдайда баланы дүниеге әкелу керек, балаға жауапкершілік арқалау керек бала үшін. Соның бәрін біледі. Сол үшін біздің көп айтуымыздың болмаса, болғалы тұрған істі болдырмай қоюымыздың қажеті жоқ дейді. Өте керемет деп ойлаймын. Қабыл алыңыздар.